Қызылорда облысы Шиелі ауданында мынау әскери істер жөніндегі қорғаныс бөлімінің басшысы Шиелі аудандық. Сіз жұмыс уақытысында қайда жүрсіз? Мен 4 рет іздеп бардым. Табаны күректей. Болмағаннан кейін бір жаңағы форма киген бір кісі шығып, мен орындаушысымын. 23 жылғы заң бар шыққан. Екінші және бірінші топтағы инвалид бар үйлерді жаңағы үйлердегі балдарын алмайды әскерге. 23 жылы қаулы шыққан деген мен жауап естідім. Ал сіз өзіңіз қайда жүрсіз жұмыс уақытысында? Мен 4 рет бардым, табаны күректей. Сонда сіздер өздеріңіз жаңағы жұмыс істемейсіздер, орындаушыларыңызға тапсырып жүре бересіздер ма? Мынау қол қою керек, сосын мынау жеке сөйлесулер болады, мысалы. Орындаушыңыз шеше алмайтын жағдайлар болады. Сол кезде де сіз жұмысыңызды тастап жүре бересіз бе? Мен түсінбей отырмын. Мына Шиелі ауданы қорғаныс бөлімінің басшысы сізге айтатын. Ана Шәріпбаев Руслан деген кісі жаңағы 2017-2020 жылдары болған. Жаңағы сіздің орныңызда ол кісі жоқ, жұмыс істемейді деген мен жауап естідім. Мына дежурствода отқан кісілеріңіз алаңсыз. Мынау жыланның аяғын көрген ба? Адам түсінбейді. Біресе бірдеңкені айтады, біресе бірдеңкені айтады. Бір барғанда бар деді, екінші барғанда жоқ деді. Замыда жоқ деді. Лейтенантты шақыр десем, лейтенантты шақыра алмаймыз. Лейтенант деген болмайды бұл жерде деп жауап берді. Болады деді. Жұмыс істейсіздер ма? Істеңіздер. Істемейсіздер ма? Орындарыңызды босатыңыздар. Халықты әуре қылмай. Халықты да шаршатпаңыздар, өздеріңіз де шаршамаңыздар. Өзіңіз мынау жаңағы тәртіптің адамсыз. Жұмыс уақытысында жоқсыз. 4 рет бардым мен. Өзіңізбен сөйлесуге. Мына кодекстер бар, қаулылар бар, заңдар бар. Ертең ол жаңағы бір заңын, бір жаңағы тәртібін білмей қалса, сонда өйттік, бүйттік, біз ондаймыз, бұндаймыз деп 4 миллионды сонда мойнына салып жер отыра бересіздер ма? Мен түсінбей отырмын. Сіз өзіңізден бастаңыз бірінші тәртіпті. 4 рет бардым мен жұмыс уақытысында. Неге болмай шықтыңыз? Осы мәселеге жауап беріңіз. Мен соны арқылы 7-8 күндері мен арыз жолдайтын болам өзіңізге. Анықтамаменен. Түсіндірме жұмысын жүргізіп тұрғындарға, әскерге баратын, шақырылмайтын балдардың семьяларына түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырмайсыз ба жұмысыңызда? Мынау Қазақстан Республикасының қорғаныс істер жөніндегі министрдің назарына ұсынам осы видеомды. Заң аясында шара көруді сұраймын. Мына Қызылорда облысы Шиелі ауданының қорғаныс істер бөлімінің басшысына 4 рет бардым, жұмыс уақытысында таппай қайттым. Мынау орынбасарлар шеше алмайтын жағдайлар болады. Алайда мынау дежурствода отырған кісілерде әр нәрсені айтып, мынау жаңағы халықпенен теке тіресіп отырады, ерегісіп. Осы мәселені де шешсеңіздер деймін.